1, 2, 3. 1, 2, 3. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 23 жыл толуы орай сапта жүріп ән айту байқауының бірінші күні. Яғни бүгін спорттық жарыстар. 100 метрге жүгіру ол балалар, 60 метрге жүгіру қыз балалар. Судья Досымбек Бағлан. Одан кейін қалқалай жатып денені көтеру, пресс. Судья Нарымбетова Алима Апти. Және де Ноғайбеков Нұрсен ағай. Ниязалиев Асқар ағай. Келесі биік кермеге тартылу. Судья Есалиев Ахмерген ағай. Пневматикалық мылтықтан ату, ұлдар және қыздар. Судья мен және Тоқтағанов Талғат. Осы жарыстың соңында арқан тартыс болады. Командада 4 қыз, 2 ұл болу керек. Сұрақ бар ма маған? Түзел. Тек тұр. Еркін тұр. 60 метр және 100 метрге жүгіретін балалар мен қыздар. Бағлан ағайдың атына тұрамыз. Жылдам. Қалқалай жатып денені көтеру. Алима Апидің артына тұрамыз. Және Нұркен ағайды. Жылдам. Және де мылтық ату. Ол қыздар менің артыма келіп тұрамыз. Қалғандарымыз зіл. Тек тұр. Қалғандарымыз жанкүйер болып өз сыныптарымызға Давай!
Полковник Мырза, Назарбаев зияткерлік мектебінің курсанттары ұлы жеңістің 70 жылдығына Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 23 жыл толуына салтанат сапқа тұрғызылды. Баяндап тұрған Назарбаев зияткерлік мектебінің алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі капитан Аденов. Саламатсыздар ма, курсант мырзалар? Сіздерде келе жатқан ұлы жеңістің 70 жылдығымен және Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 20 жылдығын құттықтаймын. Еркін тұр. Еркін тұр.
Құрметті консульттар, бүгін сіздер ұлы жеңістің 70 жылдығына және Қазақстан Республика қарулы күштерінің 20 жылдығына арналған сапта жүріп ән айту байқауына қатысқансыздар. Бүгінгі күн сіздердің естеріңізде мәңгі қалуға тиіс, себебі күні кеше Алматыға 1941 жылы 1945 аралығында болған үлкен ұлы отан соғысына арналған оттың шеруі кеше Алматыға келіп, бүгін Тараз, Жамбыл облысына келді. Ертең ол сол от Қырғызстанға кетуге тиіс. Сондықтан мен сіздерге сол оттың шеруі және сол оттың ыстығы сіздердің жүректеріңе мәңгі қалады деп ойлаймын. Бүгінгі жарыста, сайыста мен сіздерге әрқашанда жеңіс тілеймін. Әрқашанда өздеріңе, жанұяларыңа, әкелеріңе, шешелеріңе және осы мектептің ұжымдарына мен шын жүрегімнен табыс тілеймін. Әрқашанда істеген істерің жемісті болсын. Салтанатты шеруге от бойынша бірінші взвод тура, қалғандары тізелі орынға араға шығып отырады. Шеруді бастап келе жатқан 11 А взводы. Взвод командирі Хамза Ербол. Онға сапсы! Шеруді екінші келе жатқан 11 Би взводы. Взвод командирі Адыхов Жансері. Есеп! Және бір! Шеруді үшінші келе жатқан 11 Си взводы. Взвод командирі Қырықбай Ерасов. Взвод тектен! Онға сапсы! Взвод командирі Зеркебаева Жанерке. Шеруді келесі бастайтын 11 Е взводы. Взвод командирі Амангелдиев Права. Есеп! Және бір! Шеруді келесі бастайтын 11 Ф взводы. Взвод командирі Қадырбаев Жансері. Взвод тектен! Онға сапсы! Шеруді келесі келе жатқан 11 Ж взводы. Взвод командирі Нурулин Расив. Смирно! Равнение направо! Шерудің соңында келе жатқан 11 H взводы. Взвод командирі Бекеш Асқар. Счет! И раз!
Орындарыңа дым. Peki, zaten жүріп ән айту үшін. Взвод бойынша. Бірінші взвод тура, қалғандарын оң, гө! Істелі онға, араға шығып, алпа сатып. Адым, Ай, қамажайым ай, салған әнім ай, салғындырған ай, көзің болған асыл текті туған, алаш егін туған, ерлерің мен үшін, елін деген болған. Ақ білек үшімен, ақ найза ұшымен, қорғаған бабамның үлгі алып ісімен. Алла қазақ жігіттері, сенің аңған. Жеткіз талан, ер жеткіз елім, арнайды әнін жауынгер болып, жоқша сасыған жыршының құрбан. О далам менің, о елім менің, қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы отан, асқар тауларым, өзен көлдерім, жаныма қонған. Қорғаған бабамның үлгі алып ісімен. Алға, алға, алға қазақ жігіттері, сенің аңған. Жойылсын жалғызсыз соғыс деген, тоқталсын мәңгілік жойылсын. Бомбаның орынын тегістеген, күректер музейге қойылсын. Кел достарым, ән бастайық, көтеріп біз жаңғыртып. Даласын ғана, жоқтамасын мәңгілік. Алға қарай, аттым, Biz odamның ұланымыз, biz odamның қыранымыз. өмірге еркелеп, көңілді өлкеде, қараймыз келер күнге туған ел.
собирает виноград. Как Россию я глядею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зоркие летние встречать. Раскудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Давай, страна огромная, давай на смертный бой. С чистой силой темною, проклятою ордой. Пусть ярость благородная сияет, как волна, идет война народная, священная война. Идет война народная, священная война. Виктор, стоп! Надо зарать! Отдых! Я! День Победы! Как он был от нас далек, как распел потушен таял уголек. Были версты, обгорелые пыли, этот день мы приближали как могли. Это День Победы! Порохом пропал этот праздник, сединою на висках это у солдата выходной, пуговицы прядь, ярче солнечного дня, золотом горят часовые на посту. В городе весна, проводи нас до ворот. Товарищ старшина, идет солдат по городу, по незнакомой улице. Где-то мы в аптечке, вся улица светла, не обижайтесь, девушки, что для солдата главное, что его далекая, любимая ждала. На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там врагу за золото ставят рожки, там стоит отважный сенёр. У границы никаких разошел.
құрметті курсанттар, біз сендердің жаңағы саптық дайындықтарында және саппен жүріп көрдік. Менің айтатыным өлеңді бәрін жақтайтын. Жүрде біреуін мақтап, біреуін жаңағы орсатын жоқ. Бәрі дауыстарың да жақсы, бәрі ынталап айтыңдар. Қазақша да, орысша да бәрі жақсы болды. Сондықтан жүрде біз біреуін жақсы, біреуін жаман деп айтылмаймыз. Себебі бәрін орысша айтқанда пейіл от души. Рахмет сендерге. Ал енді жағы былай. Саттық дайындық айталып тұр. Жүрде сендердің стройбы класстарың бар ма жоқ? Ар жақта. Сол стройбы класска бар, жақсы сұрақта дайын. Себебі бізде устав бойынша шақ деген жаңағы адым деген 70-80 сантиметр болу керек. Аяқ деген 15-20 сантиметр көтерілу керек. Содан кейін алға қарай адам деген ұмтылу керек. Сосын жаңағы адамның жиілігі 110-120 минутына солай болу керек. Сендер жаңа өлең айтқан кезде бәрі жүгіріп кеттіңдер. Олай болмайды. Өлеңді айту керек, жаңағы орысшадан походный шаг. Себебі сендер жаңағы строевой шагпен айтып отырсыңдар, сол кезде сендер барлық күш жігерден қана жаңағы аяққа кетіп қалды. Сондықтан өлеңді айтқанда ол қатты айту не емес, обязательно емес. Өлеңді не істеу керек, сәнмен айту керек. Сонда бәрі жақсы болды. Ал бірақ енді сен оқиятын келе жақсы, бұл жерде енді орысша айтқанда психологический подготовка деген болады. Бұл жерде студия отырғаннан кейін, коллектив отырғаннан кейін сіздердің көп қысылуы мүмкін. Ал бірақ сендер уже биыл шамасымен қарап отырсам бірінші рет отырсыңдар, сондықтан келесіде сіздер жақсы болады деген ойдамын. Үлкен рахмет сендерге, ынталарыңа да, осындай талаптарыңа да. Әрқашан оң болсын. Мақтау грамотасы. Ұлы жеңістің 70 жылдығына және Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 23 жылдығына арналған алғашқы әскери дайындық пәнінен 11 сыныптар арасында өткізілген 2-ші мектепшілік сапта жүріп ән айту байқауында шалқалай жатып денені көтеруде 2-ші орынды жеңіп алғаны үшін 11-ші D сынып оқушысы Тұрлыбекова Дина марапатталады. Дәл осындай мәтінде мылтықты атудан 3-ші орынды жеңіп алғаны үшін 11 сынып оқушысы Мұстафина Әсем марапатталады. Дәл осындай мәтінде мылтықты атудан 2-ші орын жеңіп алғаны үшін 11 сынып оқушысы Хантөреева Лияна марапатталады. Дәл осындай мәтінде 11 сынып оқушысы мылтық атудан 2-ші орын жеңіп алғаны үшін Ақпаева Сабина марапатталады. Дәл осындай мәтінде мылтық атудан 1-ші орын жеңіп алған үшін бұл қыздар арасында 11-ші H сынып оқушысы Садыкова Айнұр марапатталады 34 балмен. Садыкова Айнұр. Автомат атудан, автоматты бөлшектеп жинаудан 3-ші орынды жеңіп алған үшін 11 сынып оқушысы Еркінбек Анеля марапатталады. Дәл осындай мәтінде 2-ші орын жеңіп алған үшін 11 сынып оқушысы Қалибай Қанағат марапатталады. Господин полковник, және құрметті оқушылар, осы 11 сынып оқушысы Нұрбекова Ая негізі 11-лердің ішінде балалардан да, қыздардан да ең үздік автоматты бөлшектеп және жинаудан ең үздік нәтиже көрсетті. 1-ші орын Нұрбекова Ая. Арқан тартудан командалық 3-ші орынды жеңіп алған үшін 11-ші сынып оқушысы сыныбы марапатталады. 11 сыныбы. Командир. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. Дәл осындай мәтінде арқан тартудан 2-ші орын жеңіп алған үшін 11 сыныбы марапатталады. 1-ші орын жеңіп алған үшін 11 сыныбы марапатталады.
Ұлдар арасында автоматты бөлшектеп жинаудан 3-ші орын жеңіп алған үшін 11F сынып оқушысы Медетов Қазбек марапатталады. 2-ші орын жеңіп алған үшін 11C сынып оқушысы Мұхаммед Таңатар марапатталады. Және 1-ші орынды жеңіп алған үшін 11A сынып оқушысы Өмірбеков Бағлан марапатталады. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. Мылтық атудан ұлдар арасында 3-ші орын жеңіп алған үшін 11-ші B сынып оқушысы Асанов Мұхамеджан марапатталады. Екінші орын жеңіп алған үшін 11H сынып оқушысы Усенбаев Асқар марапатталады. Және 1-ші орынды жеңіп алған үшін 11E сынып оқушысы Амангелдиев Рауа марапатталады. 39. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Шалқалай жатып денені көтеруде 3-ші орын жеңіп алған үшін 11A сынып оқушысы Прокудина 11H сынып оқушысы Прокудина Екатерина марапатталады. Екінші орын жеңіп алған үшін 11C сынып оқушысы Ерім Гүлназ марапатталады. Бірінші орын жеңіп алған үшін 11G сынып оқушысы Бесенбаева Лаура марапатталады. Биік кермеге тартылудан 3-ші орын жеңіп алған үшін 11B сынып оқушысы Нұрболатов Бексұлтан марапатталады. Дәл осындай мәтінде кермеге тартылудан 2-ші орын жеңіп алған үшін 11F сынып оқушысы Қадырбаев Жансерік марапатталады. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. 1-ші орын жеңіп алған үшін 11И сынып оқушысы Амангелдиев Рауан марапатталады. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. 100 метрге жүгіруден ұлдар арасында 3-ші орын жеңіп алған үшін 11И сынып оқушысы Арқабеков Нұрсұлтан марапатталады. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. 2-ші орын жеңіп алған үшін 11H сынып оқушысы Тен Николай марапатталады. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. 1-ші орын жеңіп алған үшін 11D сынып оқушысы Кеңесхан Жансұлтан марапатталады. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. 60 метрге жүгіруден қыздар арасында 3-ші орын жеңіп алған үшін 11-ші G сынып оқушысы Уразбаева Анель марапатталады. Екінші орын жеңіп алған үшін 11D сынып оқушысы Жұмаділова Зүлфия марапатталады. Бірінші орынды жеңіп алған үшін 11A сынып оқушысы Естанат Сабина марапатталады. Құрметті оқушылар, міне бүгінгі кешегі және бүгінгі күніміз біздің мәреге жетті. Енді бүгінгі сайысымыздың қорытындысын шығара келе, әділ қазылар алқасы
осындай шешімге келді. Ұлы жеңістің 70 жылдығына және Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 23 жылдығына арналған алғашқы әскери дайындық пәнінен 11 сыныптар арасында өткізілген 2-ші мектепшілік сапта жүріп ән айту байқауында белсенділік көрсетіп, үздік взвод командирі номинациясымен 11-ші Д сынып оқушысы Серкебаева Жанерке марапатталады. Қазақстан Республикасы үшін қызмет етемін. Ең үздік саптық дайындық номинациясы бойынша 11-ші H сынып взводы марапатталады. 11H. Қазақстан Республикасы қызмет етемін. Ең үздік ән номинациясы бойынша 11F сынып взводы марапатталады. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Алғашқы әскери дайындық пәнінен 11-ші сыныптар арасында өткізілген 2-ші мектепшілік сапта жүріп ән айту байқауында белсенділік көрсеткені үшін 11H сыныбы марапатталады. Дәл осындай мәтінде белсенділік көрсеткен үшін 11G сыныбы марапатталады. Дәл осындай мәтінде белсенділік көрсеткен үшін 11D сыныбы марапатталады. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Дәл осындай мәтінде белсенділік көрсеткен үшін 11B сыныбы марапатталады. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Құрметті оқушылар, көптен күткен орындарымыз жариялау уақыты келді. 2-ші мектепшілік сапта жүріп ән айту байқауында 11F сынып взводы марапатталады. Ура! 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 Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Жалпы командалық 2-ші орынды иеленген үшін 11A сынып взводы марапатталады. Қазақстан Республикасына қызмет етеміз. 2-ші мектепшілік сапта жүріп ән айту байқауында жалпы командалық 1-ші орынды иеленген үшін 11И сынып взводы марапатталады. Қазақстан Республикасына қызмет етеміз. Ұлы жеңістің 70 жылдығына және Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 23 жылдығына арналған алғашқы әскери дайындық пәнінен 11-ші сыныптар арасында өткізілген 2-ші мектепшілік сапта жүріп ән айту байқауында жалпы командалық есеп бойынша бас жүлдені иеленгені үшін 11C сынып взводы марапатталады. Қазақстан Республикасына қызмет етеміз. Құрметті оқушылар, қазір біз басында шеруден бастаған орнымызға сапқа тұрамыз да, соңғы саптық шерумен өтеміз. Құрметті оқушылар, құрметті курсанттар, осындай жарыс болғаннан кейін, сайыс болғаннан кейін бұл жерде біреу жеңеді, біреу жеңіледі. Ол өздеріңіз білесіңдер. Ал бірақ бүгінгі сендердің жаңағы жеңістерің, бүгінгі осындай қатысқандарың, мен өзім ойымша, ол үлкен жетістік. Ол 70 жылдық күнде болмайтын нәрсе. Вот 59 бала сіздерден Құдай қаласа осы май айында полигонға барып автомат калашников оқ атасыңдар. Ол да бір жеңістің біреуі деп ойлаймын. Сондықтан ер бала болғаннан кейін сіздер әскерге бару керек, ер бала болғаннан кейін отан қорғау керек. Сондықтан міне қазір мен кешірім сұраймын, бұл жерде міне екі біздің біреуі капитан, біреуі аға лейтенанттар, аға лейтенант Сейдалиев. Ол кісі біздің әскерден тыс даярлау бөлімшесінің бастығы балаларды жаңағы неге
әскери оқуға даярлайтын әскери оқуға сондықтан 11-12 сынып бітіргеннен кейін сіздер ұлдар егер тілектерің оң болса біздің әскери оқуларға шақырамыз. Тағы да бізде тағы бір отделдің бөлім бастығы тұр, капитан Құлжабаев Алишер. Бұл кісі бізге контрактный служба дейді, білесіздер жаңағы. Кадетский корпус, басқа жақтың контрактылар, сонда қабылдаймыз. Сондықтан бізде осындай тілек, осы оқуды жақсы бітіргеннен кейін әскери адам болуға сіздер шақырамыз. Үлкен рахмет сіздерге. Омбырей, артқа бұрыл. Сол ойғалға адым бі. Салтанатты шерумен жүру үшін орнымызға адым бі. Салтанатты шеруге. Взвод бойынша. Бірінші взвод тура, қалғандарың оңғы. Түзелу оңға. Ара қашықтығы 30 адым. Адым ды. Взвод, еркін жүр.
Смена. Право. Молодцы, ребята, молодцы. Молодцы, ребят, спасибо большое вам. Молодцы. Спокойно.